Қайырлы күн ханымдар, бүгін осындай әдемі, жұмсақ бауырсақ дайындайтын боламыз. Бізге сүт немесе су қоссаңыздар да болады. Мен сүт қостым. Тұз, ашытқыны қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін онды аз-аздап бөліп саламыз. Арасында сұйық майды қосып жібереміз. Сұйық майды қосқан себебім, сұйық май бауырсағыңызды 3-4 күнге дейін жұмсақ етіп тұрады. Қамырды илеп болғаннан кейін бетіне тағы да сұйық май жағып, бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Ашыған қамырды алып, бөліктерге бөліп, қалауыңызша формада кесіп аласыз. Кесіп қойған қамырларыңыздың бетін жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Қамырыңыз дайындап болғаннан кейін майыңызды қыздырып, екі жағын бірдей етіп қызартып, пісіріп аласыз. Ас болсын, жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет.